Фотограф фотоға түсірсе, видеограф видеоға түсіреді деп бар. Через меня сен өзіңнің проблемаңды шешіп алдың ғой. Бізде Гай Ричидің форматын сынанып алғанда мен видишь, все будет, но не сразу деген әңгіме ғой. Мысалы, өте керемет сұрақ, мен осы сұрақты күткем сен. Кезінде мен осыдан бір 8 ай бұрын 6S-пен түсіріп жүргем. Сәлем достар, бүгін видеографпен, оператормен, режиссермен сұхбат айдары деп айтсақ болады былайша. Бүгін бізде қонақта ZTV шоу жобасының резиденті, мобилограф, видеограф, жас енді карьерасын бастап келе жатқан режиссер, юрист, тайквандист, дамбрист, гитарист, гитарист, дионда тұрған бүкіл нәрсе. Шакеша К. Сейчас потянем эту заразу по разу. Погнали на. Қош келдік, қош келдік. Шаке. Енді менің оқырмандарымның арасында көбісі видео қызығатын жандар бар. Барлығы видео түсіргісі келеді. Сондықтан өзіңнен сұхбат алайық деп шештік. Енді сұрақтармен жайлап бастайық. Бірінші сұрақ, видеоға деген қызығушылық қалай басталды, қаяқтан? Біріншіден қайырлы түс, қайырлы таң, қайырлы кеш, қай уақытта салынса да осы видео. Баршаңызға, Рамзидің оқырмандарына, бауырыма сәттілік тілеймін, еңбегінің берекесін берсін. Ең біріншіден бізде басталғаным, менің қызығушылығым видеоға деген мектеп кезінен басталған. Мектепте түрлі видеолар түсіріп, ол кезде жаңаға неше түрлі Ашқазақ Про, Баги, Байлер деген рэперлар шығып атты. Ол кезде біз жаспыз, кішкентаймыз, 7-ші, 8-ші класс, 9-ші класстарда барлық классымызбен жиналып алып, балалармен рэп оқып, сөйтіп видео түсіретін. Біз барлығымыз сотканы қойып, артында тұрып, Ашқазақ Про, да-да-сюда сөйтіп басталған, сөйтіп видео түсіріп жүрдік. Сосын ақырындап жаңағындай фотоларға көштім. Өзім түсірген жақсы көретін, өзім хоббиім дейді ғой, хоббиім болатын. Мысалға әдемі бір гүлдерді болса да жақыннан алып келіп суретке түсіріп, лентама салып қойсам деп сөйтіп жүріп басталып кетті өзі. Негізі көп нәрселер, енді Инстаграмдағы сен өзің нәрселер, телефонмен түсірілген нәрселер основном. Қандай телефонмен түсіресің, және не нәрсе, қандай приложение монтаждайсың? Кезінде мен осыдан бір 8 ай бұрын 6S-пен түсіріп жүргем. 6S-пен де керемет дүниелер шығарса болады негізі. Ол Қыран Талапбек бауырымыздың сөзі бар ғой. Қалай еді жаңағы? Немен түсірген маңызды емес, кімнің түсіргені маңызды деген сияқты. Енді біз мұнда өзімізді әлем керемет санап отқан жоқ, біз просто айтып отқаным ғой, мотивация болсын деп жастарға жаңағындай. Сонымен 6S-пен түсіріп жүрген болатынмын. 16 гигабайт болатын, түсірген материалдарым бәрі память жетпейді. Ананы удалить етесің, қайтадан жазасың, ананы удалить етесің, қайтадан түсіресің. Сонымен бардым да XS алдым. XS-пен түсіріп жүрмін қазіргі таңда, иә. Қандай приложениемен видеолар монтаждайсың? Видеоны ең біріншіден InShot-пен жасаймын, видеолип қолданамын, Хромик деген нәрсе бар бояйтын. Сосын Player Nota деген, или через Telegram арқылы, через YouTube арқылы өлең қоямын. Жалпы түсіруге деген видео түсіретін кезде идея шабыт, мен прям бір жатып алып ойланбаймын негізі. Осындай ертең түсірем, осындай болады деп. Енді жүрген жерімде, мысалы, енді біз съемкада жүреміз ғой, жаңағы өзіміздің Вайн проект бар ZTV бойынша да, неше түрлі актрисалар болады, актерлар болады, келеді, реквизиттер болады, машиналар келеді. Сол моменттерді қолдана отырып, дәл сол моментте өзім бір кадрларды көріп қаласың, әдемі бір қыз әдемі көйлек киіппесе, прям бір түсіріп жібергің кеп тұрады видеоға. Солай басталып кетеді, историяны ашып жібересің, сотканы түсіресің, тарс, все, музыка қоясың. Біреуді бір нәрсені түсіргенін ұнатасың ба, или өзіңді түсіргенін ұнатасың? Екеуін де ұнатамын. 50-50-да. Біреуді түсіргенде енді 60%-ке ұнатсам, біреу мені түсіргенін 40%-ға ұнатамын. Өйткені өзімізде енді сол съемканың айналасында жүрік, вайндарға түсіп жүрік деген сияқты. Ой, камераны қатты жақсы көремін негізі өзімде. Открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы будем делать все, пока ты позже на полставки. Фотограф пен видеограф екі түрлі профессия ма, или бірдей ма, қалай ойлайсың? Негізі фотограф болу үшін де, видеограф болу үшін де вкус керек қой адамға. Вкус болса, любой жерде, любой нәрсені істеуге мүмкіндік бар.
көрдім мен өзім практикада өмірде. Фотограф балалар видео түсіре алмайды да. Видеограф балалар фото түсіре береді бірақ. Иә. Мен өзімнің немде, мысалы, өзім жағдайымды айтасың ба? Мен фотоға түсіремін да, мысалы, андай неодушевленный заттарды түсіре беремін да. Адамға келген кезде шамалы қиналып қалуы мүмкін. Сол үшін біреу не істеген кезде, мысалы мен фотограф қатты нем жоқ, видеографпын деп айтамын да, мысалы. Менде фотода, видеода түсіре беремін, брат. Мен қызықтырмайды ештеңе. Мен адам болсын, пенде болсын, түрі болсын, бәрін түсіре бересің ғой. Так, видеоны түсіретін кезде, жалпы әдемі қылып түсіріп деген маңыздырақ па, мысалы, либо оны, мысалы, дұрыс емес болып қалған кезде монтажда там шығарып алуға болады деген сияқты. Pre-production, post-production дегендер бар. Өте керемет сұрақ. Мен осы сұрақты күткенмін сенен, Рамзи. Жоқ, негізі дұрыс айтасың, бауырым. Қызық сұрақ қой, ол жақсы сұрақ. Монтаж ғой, көп нәрсені шешетін. Любой съемканы монтаж алып шығады, брат. Мысалға сен керемет қылып түсіріп, бір-екі кадр осы монтаж жасасаң, видеоны өлтіріп аласың да. Бір кадрларды түсіріп, там монтажды жақсылап отырып, монтажға бір 70% көңіл аударсаң, вот керемет дүние шығаруға болады. Хоть музыканы рифмамен қойып та, кадрлармен қойып, прям музыканы жақсы таңдай алып қоятын болсаң, керемет дүние шығаруға болады без этого. 80-20 дейікші. 20% съемка, 80% монтаж. Менің өзімнің түсінігімде дәл осындай. Саған өзіңе түсірген процесі ұнай ма, или мысалы монтаждаған нәрсе, мысалы, или саған біреу мысалы монтаждап берші деген кезде сен монтаждай аласың ба, өзіңе ұнай ма монтаж, или саған түсіріп берген более кайф па? Негізі түсірген кайф қой. Бірақ монтажда да сол түсірген нәрсеңді халыққа жеткізу, монтаждап, ол да оның өзінің ерекшелігі бар, өзінің беретін ләззаты бар да. Менің жағдайымда мен біреу түсірген нәрсені монтаждағанды жек көремін. Просто өзімнің жан дүнием қаламайды да, мен өзім түсірген нәрсені примерно мен түсіріп жатқанда білемін да, қай кадрды қай жаққа қоямын, қай музыканы қай жерге қоямын деген сияқты. Біреудің түсіріп алып келген нәрсесін мен оның өзім басымда представленияда жоқ та ол нәрсе. Процесте болған жоқ, мен аламда қоя берем, туда-сюда. Өзің түсірген кезде, мысалы, жақындатып алыстаттың, жүргенін алдың, тұрғанын алдың деген сияқты да, примерно біліп отырасың да. Музыкасымен, там, телефонды ойлап отырасың. Сен үшін топ 3 или 5, білмеймін қанша саны бар екен өзің үшін, там, видеограф или режиссер деген сияқты, монтажер или там, кімді өзің қарайсың, қызығасың? Бұл саланы қатты прям зерттеген жоқпын, мен айтып отырмын ғой саған, жаңағыдай мобилографияны, видео түсіруді, фото түсіруді өзімнің жан дүнием, жан рахатым үшін да, мысалға, для своего кайфа, хоббиім ретінде қабылдап жүрмін да, мен результат бар да, Аллаға шүкір, енді ол беріледі ғой результат деген күндер өте. Просто мен бұл саланы зерттеген жоқпын да, тереңненші. Осындай монтажерлар бар екен, ойбай, керемет түсіретін, мобилографтар бар екен, осындай керемет деп. Бірақ режиссер жағын мен қатты зерттедім. Өйткені жаңағындай Гай Ричидің бүкіл фильмін көріп шықтым мен, брат. Полностью. Бір ғана емес, 5-6 реттен көрдім да. Рок-н-роллщик деген, джентльмены деген фильмі шықты ғой, соңғы оны мен 8 рет көрген шығарым из-за диалогов. Диалогтарының, жаңағындай юморының, черный юморының арқасында. Ең біріншіден мен Гай Ричиді признавать етемін. Қазақстандық адамдар үшін, мысалы, әлеуметтік желіде қазір. Қыранның істеп жатқан нәрселері ұнайды маған, например, да, сенікі ұнайды, осы Алматы туралы шығарған дүние қандай керемет болды да, халықтың жүрегінен орын алып прям. Алматы, 21 марта. Карантин. Жақсы нетті. Ал менде динамика ғой, бірақ бізде тақ-тұқ, шақ-тұқ, шық-шық деген сияқты. Әркімнің өзінің стилі бар. Сендерде мысалы жаңағындай нежный нәрселер бар көбінесе да. Бізде Гай Ричидің форматын сынанып алғанда мен видишь.
go out for granted. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacy. Переходтармен, Қозғалыс. дәл өзі. Так. Ахан Сатаев атамызды айта кетейінші, Ахан Сатаев, Тимур иә. Бекмамбетов атамызды айта кетейінші, мен ол кісілерді уважаю. Өте қатты құрметтеймін ғой, қазақ ағаларымыз осындай керемет дүние істеп жатқанына. Енді қазір көп енді мектепте енді бітіріп жатқан, енді осындай қызығып жүрген адамдар көп. Соларға енді өзінің енді олар қарағанда шамалы опытың көбірек қой, салыстырмалы түрде. Соларға енді бір андай кеңес, лайфхак, сондай нәрселер бар ма, айтып жібереді. Кеңес, құрметті достар, видеограф болғыларыңыз келсе, мобилограф болғыларыңыз келсе, фотограф болғыларыңыз келсе, просто алып, түсіріп, ақырындап бастаңыздар. Ең біріншіден айтарым, жақсы телефон алғандарыңыз өздеріңізге жақсы, нервларыңыз особо кетпейді, памяті көп телефон алыңыздар. Көбінесе айфонмен түсірген дұрыс. Ең берер кеңесім сіздерге, айфон өте керемет түсіреді. Енді Samsung'та да бар арасында, андроидтарда, бірақ айфонның качествосы, ерекшелігі бөлек. Қатып қала береді, мен Samsung алып едім. Монтажда да сіздерге өте ыңғайлы, хоть съемкада түсірсеңіздер де өте ыңғайлы, портретімен түсірсеңіздер де өте керемет дүниелер жасауға болады. Так, енді блиц опростар, екі түрлі вариантты айтамын, біреуін таңдайсың. Давай, бұл. Телефон или профессионалдық камера? Профессионалдық камера. iPhone, Samsung, енді ол түшір өзім. Samsung. Сындыртты. Huawei десең. Hello. iPhone, иә. әрине iPhone бауырым. Фото или видео? Қиын сұрақ. Қиын, иә. Екеуі де десем болмайды. Біреуін таңдай сал енді. Видео ғой. Видео. Түсіру или монтаждау? Түсіру. Түсіру. Актер болу или режиссер болу? Режиссер болу. Вайн или клип? Вайн. Юрист или режиссер, видеограф, фотограф? Үшеуі бірге мына жақта тұр, Иә, түсіндім, екі вариант. Режиссер. Режиссер, иә. Иланбай ғой, мен өйткені қазір басымда неше түрлі дүниелер жатыр, болашаққа Құдай қаласа неше түрлі пландарым тұр, аңсаған армандарым тұр, идеялар тұр, фантазиялар тұр. Соны біздің елімізде, Қазақстанымызға сол форматты алып келіп, паш еті ғой. Енді жаңа осы юрист дегеннен өзің 6 жылы, 5,5 жыл еді? 5 жыл. 5 жыл оқыдың, юрист болып оқыдың, не? Заңгер мамандығын платный основада, военный кафедрасымен, магистратурасымен оқыдым. Қазір 3 дипломым, биде әдемі сувенир болып тұр. Көрімдік жинауға ғана керек болды. Осы нәрседе енді көбісі ойлау мүмкін әтірі, типа, маған да, мен де физиканы 6 жыл оқыдым, уже бітті, военный кафедрасымен қосып тоже, 3 нәрсе бар. Бірге. Сол нәрсе енді қалай, енді явно мен де өкінбеймін, сен де өкінбейтін шығарсың деп ойлаймын ол нәрсеге, потому что ол өмір болмаса, жаңа нәрсе шықпауы мүмкін еді, сол нәрсеге қалай қарайсың? Ол нәрсеге ровно қараймын ғой, барлық нәрсеге ровно қараған дұрыс. Мысалға айта кетейін, мен Қазақ ұлттық университетіне түсіп, заң факультетіне түсіп, бірінші курсқа оқымаған жағдайда, қандай жағдай болатын еді? Мен мысалы өзімнің Бәке Мәке Шәке деген командамды, КВН командамды кездестірмейтін едім. Мен қазіргі таңда Қайсар мен Абикпен мен командаммен бір группада оқыдық қой. Сол командамен жолықпайтын едім, КВНнан біз чемпион болмайтын едік па, бәлкім қайдан біледі да, екінші курста. Содан кейін бізге келіп За тебя Бәкенің, ЗТБ-ның админы Марулан Тұрсынов основателі келіп бізге бауырлар осындай проект бар, бірге істейік деп предлагать ететін беді деген сияқты сұрақ қой. Ой туындайды. Сол үшін мен ешқашан өкінбеймін. Қазақ ұлттық университеті маған ақшамды кетсе де, ақшамды сұраса да маған керемет дүние, керемет бауырлар, керемет мүмкіншілік, керемет таныстар, керемет профессия сыйға тартты. Сол үшін ешке өкінбеңіздер, Алланың жазғаны маңдайымызға. Осылай болу керек болды, значит солай болды. Ол ақша былай-ақ қайтады, ничего страшного. Сұрақтар осы? Керемет. Дайындалған. Керемет. Жалпы енді бұл нәрсені енді бастап жатқан ойым жалпы осындай
видео саласына өзім қызыққандықтан сол үшін сондай нәрседе жүрген адамдармен шамалы сөйлесіп үлкен андай дәрежеде болмаса да скоро болатын енді мысалға келатқан адамдарды сұрап ойын жалпы білу деген мақсаттар жасалған. Өте дұрыс. Өз ойыңды айтып жібер. Өз ойым айттым ғой ровно деп, мен любой жерде ровно. Молодец бауырым, сен үшін де өте ризамын. Я басында бастап жүргенде екеуміз екінші курстан бері да 5-6 жыл болды да бір-біріміз инстаграмда подписанбыз, бауырымыз, бірге көп жерлерде болдық, бірге көп жұмыс атқардық, КВН-де де, Казгуда да. Қазіргі таңда да міне істеп жүрген жұмыстарым өте қатты керемет, маған актуальный тақырыптарды қозғап жүрсің да. Керемет жетістікке жетіп тастаған жоқпын өзім. Менде енді басталып жатыр. Это только начало дейді ғой. Тимати бауырымыз айтады ғой сөйтіп. Это только начало, да. Құдай қаласа, дәл осылай сұхбаттасып, екеуміз бірге үлкен дәрежеде. Сен ет көтеріп кетіп ұста алмай қаламын деп қазір алып отырған. Жоқ, ол кезде саған әр кезде уақыттарын айнап, сен де маған уақытыңды арнап жүрсең. Сіздерге де сәттілік, құрметті Рамзидің оқырмандары. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Баршаңызға бақ пен береке. Бастарыңыздан бақ. Осындай тақ кетпесін астарыңыздан. Барлықтарыңызға рахмет қарағандарыңыз үшін. Ойларыңызды жазыңыздар. Неге очкимен отқанымды айтпайсың ба? Шәке өзі очкимен отыр. Көзім ісіп тұр кішкене. Көзі ісіп тұр, және оның стиліне әдемі келеді, сол үшін отыра береді. Все. Барлықтарыңызға рахмет. Сәттілік.